Тасөткел су қоймасы. Жамбыл облысы Шу ауданы Ескі Шу ауылдық округінде Шу өзенінде орналасқан. Құрылысы 1969 жылы басталып, 1974 жылдың желтоқсан айында пайдалануға берілген. Алғаш пайдалануға берілген жылдары бір ғана мақсатта пайдаланылса, бүгінгі күнге кешенді түрде пайдаланылып отыр. Яғни олар: бірінші, суармал жерлерді сумен қамтамасыз ету; екінші, су электр энергиясын өндіру; үшінші, балық шаруашылығы үшін. Шу ауданының Тасөткел магистралды каналы арқылы барлық суармал жерлері сумен қамтамасыз тұрақты түрде етіледі. Тасөткел су бөгеті. Шу өзенінің Тасөткел су қоймасынан 19 шақырым төмен жерінде Шу ауданы Жаңажол ауылдық округінде орналасқан. 1941 жылы салынған. Бөгеттің ұзындығы 87,8 метрді құраса, биіктігі 4,45 метрді құрайды. Негізгі мақсаты Шу өзенінің деңгейін көтеріп, оң жағалау және сол жағалау магистралды каналдар арқылы Шу ауданының суармал жерлеріне суды үздіксіз жеткізіп беру болып табылады. Төмен қарай ең жоғары су тастау мөлшері секундына 378 текше метрді құрайды. Фурманов су торабы. Шу өзенінің төменгі ағысында Тасөткел су қоймасынан 150 шақырым төмен жерде Мойынқұм ауданы Мойынқұм ауылында орналасқан. Бөгетінің ұзындығы 90 метрді құраса, биіктігі 7 метрді құрайды. Негізгі мақсаты су деңгейін көтеріп, ақ иық және сол жағалау айналма каналдар арқылы Мойынқұм ауданының суармал жерлерін үздіксіз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Суды төмен тастау мүмкіншілігі секундына 450 текше метрді құрайды.